маған күніне 100-200 хат келеді. Мынандай историялар келеді, мынандай бүйтіп. Мне, короче, жена пишет, она мне говорит, артымнан қалмай 4 жыл жүгіріп, өліп, соңымнан қалмай үйлендік, қазір енді десен бывшаясын тауып алыпты. Бұрын мектепте бірге ғашық болған бывшаясын. Сол перепискаларын маған жібереді да. Сөйтіп бір 10 жылдық па, 15 жылдық па мектепте сондай болған. Сол класстастар кездесердің алдында, конечно, анда не болады ғой, бірінші чат ашады WhatsApp'та. Ішіне класс жетекшіні кіргізеді. Сол мектепте класста сол кезде старосты болғандар сол чатты ашады ғой. Ашады да, сөйтіп кімнің нөмірі бар бір-бірлерін тауып, бүкіл Қазақстан бойынша шетелге асып кеткендер сөйтіп бәрін бір чатқа жинайды. Сөйтіп бір чатқа жинаған кезде, класстастар чатында жинаған кезде, сол жерде жаңағы әйелдің күйеуі бывшаясын көріп қалады. И бірінші класстастардың чатында жиналған кезде не болады? Сразу кім қаяқта, кімде жұмыс істеп жатыр, кімнің қанша баласы бар, то все. И тут становится понятно, что бывшая развелась. И что-то жаңағы күйеуін мақтаған чатта ше, молодец, бір бәле мақтайды бывшаясы. Жаңағы бывшаясы жүрген ғой. Всегда білетінмін, я всегда знала, что сенен сондай жақсы, сондай ер азамат болатыныңды всегда білгем деген сияқты комплименттер кетеді жаңағы бывшаядан Нұрдәулетке. Молодец, Нұрдәулет деген сияқты. Ана жерде Нұрдәулет өзінен кетеді ғой. Бір-біріне инстаграмда жазылып алды. Класстас қой енді, әйелде жаңағыдай, мейлі класстасың ғой кезіндегі деген сияқты. Сосын бір-бірінің сторисін қарау бастады. Бір-біріне огонек жіберу, дайректте жазу. Ана сен балаларың ба? Жаңағыдай. Қанша Нұрдәулет өзінен аумай қапты ғой деген сияқты комплименттер. Ол Нұрдәулетті үндеп өтпейді ғой, үндемей өтпейді ғой, ол айтады да. Ой, Алимаш, вообще өзгермегенсің ғой. Сол мектептегідей қыздайсың ғой деген сияқты. Короче, екеуі бывший ғой, бұрын жүрген, сосын жүрмей кеткен, сосын Алимаш күйеуге тиген, екі баламен ажырасқан. Бірінші чатта бәрі мақтап алды ғой, молодец, анау мынау, дым өзгермегенсің, то содан кейін уже ол бірінші этап. Екінші этапта воспоминание. Бұрын қандай еді? Оля, Нұрдәулет, баяғыда сен субботникке шыққан кезде осындай еді ғой. Сен білесің ба, баяғыда сен наурызда есінде ма? Сол наурызда қатты күн суып кетіп еді ғой деген сияқты осындай баяғы историяларды еске алып, қарқылдап күлу этапы басталатын. Я вам скажу, вот здесь ключевой момент. Баяғы воспоминаниямен бірге баяғы эмоция көтеріледі. Нұрдәулеттің Алимашқа ғашық болған кезде, жаңағы түнде ауылда қора жақтан келгені, жаңағыдай ше, қора жақта сықырып тұрады. Мынау типа баняға шыққандай болып, Алимаш типа баняға түсуге барады ғой. На самом деле жаңағы Нұрдәулетке свиданияға кетеді ол. Баняға түскендей болып, сосын жүріп келеді да, жаңағы баняда тез үстіне су құя салады, типа банядан шыққандай болып деген. Қыздардың ондай неше түрлі жаңағы свиданияға шығудың неше түрлі амалдар жетеді ғой қыздарда. Жаңағыдай талай сондай вешілерге қашып барып келген қыздар бар ғой, біледі осы жерде.